Тағаны кие тұту. Қазақ тағаны төріне не үшін ілген? Ауылдағы үйлердің, шаңырақтың тұрмыстық жағдайы қаншалықты екен шамалайсың ғой. Тіпті бөтен үйге кіріп, мән жаймен таныспай жатып-ақ, кіреберісте бар жағдайға қанық болатындайсың. Неге десеңіз, ауызғы үйден біз жақта оны сене-сенек дейді. Дәлізге кірер есігіңіз қандай әлемге кіреріңді байыптап беретіндей. Бір үйдің есігінің жоғары жағында бұғының бас қаңқасы мүйізімен ілулі тұрады. Бұған қарап бұл үйдің жағдайы тәуірақ екен дерсіз. Енді бір үйде әртүрлі металдан жасалған аттың тағасының ілулі тұрғанын көресіз. Бұл үйден де ауызды құр шөппен сүртіп шықпасыңызға сенім мол дей беріңіз. Ал адыраспанды ауылдағы кез келген үйден кездестіруіңізге болады. Балалық шағыңда түсінбеген, мән бермеген жайларға жылдар өте бажайлай қарайсың. Жұмбақ дүниелердің сырына үңілесің. Біздағы бүгін сол балалығымыздағы бір жұмбағымыздың сырына үңіліп көрсек дейміз. Онымыз таға, есікке таға ілу дәстүрінің тарихы. Ат тағалаудың технологиясы мен қыр-сыры жөнінде де біраз әңгіме айтпақпыз. Таға ілу дәстүрі ежелгі Египеттен және Рим империясынан бастау алады екен. О заманда тағалы аттар тек аса бай адамдарда ғана болыпты. Аттардың тағасы түсіп қалатын болса, мұны сәтсіздікке, жолы болмаушылыққа балаған деседі. Ал Үндістан, Ресей, Еуропа елдерінде темір таға бақыт тұмары саналыпты. Әгер әке жолаушы көшеден таға тауып алар болса, оны үйіне әкеп есігіне шегелеп қояды екен. Бір қызығы, жылқының тек артқы аяғының тағасын айрықша құрметтеген. Аңыз бойынша зұлымдық атаулы темір ұсталар мен олардың жасаған тағасынан қорқатынымыз. Сонымен бірге таға табысқа жету үшін күштілікті қорғауға, тілекті орындауға, бай болуға, отбасы махаббатын арттыруға көмектеседі деп сенген. Атақты физик Нильс Бор өз үйінің есігінің үстіңгі жағына ілінген таға туралы айтыпты. Әрине, мен тағаның сәттілік әкелетініне сенбеймін, бірақ мен оның мұндайға көмектесетіні жайлы естідім дейді. Тағалауды алғаш рет темір және қоладан тәжірибе ретінде жасап көрген. 6 ғасырда немістер, славяндар мен вендалықтар оқта текте жасағаны мәлім болды. Гректерде ат тағалау бар екені туралы 9 ғасырда айтылған. Немістер тарапынан Константинопольға, қазіргі Стамбулға әкелінген болуы мүмкін. Ал Еуропада жаппай ат тағалау 13 ғасыр еншісінде. Басты негізі сол, аттың тұяғын тағалау. Ал бұл дәстүр қазаққа қалай келді? Қазақтың наным сенімінде бар дүние ме, әлде бодандықтың ықпалы ма? Атпен қазақты айырып қарау мүмкін емес, ал қазақ қауымы ат тағалауды қашан бастады? Бұған қатысты деректі Қазақ жылқысының тарихы кітабынан кездестірдік. Автор Ахмет Тоқтабай. Ат жабдықтардың ең соңғысы таға 8-9 ғасырларда бірнеше елде бір мезгілде қолданылған. Сондай-ақ креш жорықтар тағаның дамып жетілдіруіне себепші болған дейді зерттеушілер. Еуропа елдерінде ат тағалауға ерекше мән бергені соншалық, бір мемлекеттің тағдыр бір шегеге байланысты деген мәтелі болған. Себебі шеге тағаны сақтайды, таға атты сақтайды, ат батырды сақтайды, батыр қамалды қорғайды, қамал бүкіл мемлекетті қорғайды. Қазақты атты жорыққа шыққанда тағалаған. Қазақ жылқыларының қатты құйма тұяғы тағаны керек етпеген. Бірақ хан, сұлтан, батырлар тұлбарын көбінесе сәндік үшін алтын, күміс тағамен тағалағаны халық эпосында кездеседі. Әуелгі қанық болған жай осы. Мысалы, мұжылған кетілген тағаларды қасаң таға деп атайды. Сол қасаң тағаның балағын кесіп алып, тағаны кішкене еңкіреп, құнанынан бастап тағалайды. Тайды ешқашан тағаламайды. Өйткені қара өлеңді шеге тиген жүйріктей шайлықты мен деген сөз кездеседі. Жылқының тұяғы турасынан бастап 3/2 бөлігі ақ тұяқ боп есептеледі. Тағаның ең бір құдіретті жері мынау. Барымта сарымта кезінде әбден бабына келген айғырлардың артқы екі аяғын екемшек тағамен тағалайды. Сосын өзі өштескен, қастасқан жерге қоя береді. Сол айғыр кез келген үйірде жүрген көбең немесе белі босап қалған айғырдың биелерін тартып алып өзінің жеріне алып келеді. Жаз бойы мінген аттың қыстан аман күйлі шығу үшін көбіне екемшек тағамен тағалайды. Өйткені шемшек тағаның соғылу қиын және таптырмайды. Өнердің ішіндегі ең жоғарғысы ұсталық өнер. Теміршілікті жоғары қоятын себебі Дәуіт пайғамбардан қалған өнер деп есептейді. Қазақ қауымы Дәуіт пайғамбардың ұсталығын ұлықтаған. Дәуіттен қалған көрік деп, іске кірісер шебер менің емес Дәуіттің қол деп жұмысын бастайды. Темірді балқытатын көрік туралы айта кеткен жөн. Қазіргі біз қолданып жүрген көмір темірді балқытпайды. Біз жақта қарағайдың көмірімен балқытады.
Алтайдың шеге батпас қызыл қарағай деген түрі бар. Соны жаңқалап отқа салады. Ол әбден шоқ боп қызарған кезде үстіне су құйып кеп жібереді. Сонда ол жеп-жеңіл көмірге айналады. Атамыз сол қарағайдың көміріне темір балқытатын. Адам неге сенсе, соның киесінен қорқады ғой. Біздің ұғымда көріктен аттап кеткен адам оңбайтын болған. Соншалықты қажетті нәрсе болған ғой. Ал таға соғу, шеге соғу дегеніңіз ұсталықтың бергі беті. Ұсталықтағы ең басты нәрсе шеберлік. Ақ темір, қара темір болсын, оның суын ұстау. Бір нәрсенің суын тауыпты деп жатады ғой. Тағаны кез келген адам соға алады. Алудың шегесін соғу, яғни тағаның шегесін жасау әлдеқайда қиын. Біздің Алтай жақ тастақ жер, сол үшін түйені де табандайды. Тағалаудың бір түрі ғой. Көн теріні 3-4 қабаттап кигізеді. Өгіз бен сиырды да тағалайды. Олардыкін ай таға деп атайды. Аттың тағасы доға боп келсе, бұлардығы тағаның жартысындай болады. Біздің дастандарда, батырлар жырында атын 4 тағалап, 5 тағалап деген тіркестер кездеседі. Ол жолдың алыстығын, күрделігін білдіретін өлшем. Тастақ жермен, құмдауыт жермен жүрсе, таға тез тозады. 4 тесігі бар тағаны 2 көзді таға, ал 6 тесігі бар тағаны 3 көзді таға деп атайды. Атты теріс тағалау деген болған. Олай тағалайтын болса, өзің батысқа кетіп бара жатсаң, із шығысқа кетіп бара жатқаныңдай болады. Бұл біріншіден, ізден адастырса, екіншіден балға теріс түседі. Бал дегеніңіз балшының, құмалақшының қолындағысы. Тағы бір қызық жай, Ақшта Нью-Плимут деген қала бар. Қалаға тағалған лақабат. Ендігі бір атауы әлемдегі ең үлкен таға. Негедір қаланың құрылысы кәдімгі тағаға ұқсатып жасалған. Біздің оңтүстіктің қазақтары нағашыны таға деп атайды. Бұл да қызық жай. Басқа өңірдің адамдары үшін құлаққа тосын естіледі. Бұның кәдімгі тағаға қатысы жоқ па екен деп, оның да түбіріне үңілдік. Сөйтсек, парсы тілінде тағы сөзі туыс деген мағына береді екен, ал ашы қыз бала мағынасында. Ертеректе бұл сөз барлық жерде солай айтылып жүргенде, кейін т дыбысының орнын н дыбысы басқанмыз. Оған тағы бір дәлел тығыз нығыз. Иә, бұл біз айтып отырған тағаның амонимі ғана болып шықты. Әрине, біздің қазақ жоққа сене бермейді. Үйіне тағалып қойған таныс білістерден сұрағанымда, оны не үшін ілгенін өздері де білмейтін болып шықты шынында. Бұл сол бодандықпен келген наным секілді көрінеді. Қытайда тұратын қазақ бауырларымызда мұндай дәстүр жоқ екен. Қазақтың байырғы салт дәстүрін мықтап ұстанатынын ескерсек, бұл да бір себеп. Дегенмен қазақтың ат әбзелдеріне аса қатты көңіл аударғаны, оларға құрметпен қарайтыны әлі күнге сол қалпы. Бәлкім сол үрметтің бірі шығар. Асқар Сүлейменовтің өзі де үйіне таға іліпті дегенді естіп едік. Соны анықтау үшін Асекеңнің жары Әлия Бөпежанова апайымызға хабарласып едік, оны растай алмады. Дегенмен ат әбзелдеріне ерекше құрметпен қарағанын, жылқы десе Асекеңнің әңгімесі таусылмайтынын айтты. Таға туралы әңгімені қалай айтсақ та, жағалы алтын ердің тұлпары күміс тағалы. Ал сіз қалай ойлайсыз? Аслан Тілеген, Мәлімет Ақ Желкен журналынан алынды.